Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінде ерекше орны бар қаламгер. Ол өз шығармаларында заман шындығын және адам тағдырын терең көрсетті. Сол шығармалардың бірі «Жолдастар». Роман 20 ғасырдың басындағы қазақ жастарының өмірін бейнелейді. Бұл ескі мен жаңаның тоғысқан кезеңі. Жастар жаңа өмірді аңсады, бірақ таңдау жасау оңай болмады. Шығарманың негізгі мақсаты адам таңдауын көрсету, достық, адалдық, жауапкершілік сияқты құндылықтарды ой елегінен өткізу. Жолдастар бір мақсатпен шыққан жастардың жолы туралы роман. Бастапқыда оларды ортақ сенім біріктірді, бірақ уақыт өте әрқайсысы өз бағытын таңдады. Заман өзгерді, бірақ адам жүрегіндегі күрес өзгерген жоқ. Бұл роман тек өткен тарих емес, ол әр адамға өз жолын таңдаудың маңызын түсіндіреді. Кейде ең қиын шешім дұрыс таңдау жасау. Уақыт өтті, заман ауысты, бірақ адам алдында тұрған сұрақ әлі де сол күйінде қалды. Бүгінде біреу өз сенімін таңдайды, біреу оңай жолды қалайды. Біз қандай жолды таңдаймыз? Жолдастар, осы сұраққа әр оқырманды бетпе-бет қалдырады. Мен осы романды оқырманға оқуға ұсынамын. Себебі бұл шығарма ойлануға, өзіңе сұрақ қоюға және жауап іздеуге жетелейді. Жолдастар, бір дәуірдің ғана емес, бір ұрпақтың таңдауы.